Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1912 жылы дүниеге келген. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 3 мәрте социалистік еңбек ері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, КСРО шет ел ордендері мен медальдарының иегері. Алматы қаласында қызметкерлердің отбасында өмірге келген ол. Орта мектепті бітіргеннен кейін Қазақстан өлкелік комсомол комитеті оны Мәскеу түсті металл институтынан оқуға жіберді. Институтты ойдағыдай бітірді. Тау-кен инженер мамандығын алған Қонаев Балқыш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигіне жұмысқа орналасып, онда бұрғылау станогының машинесі, цех бастығы, рудниктің бас инженері және оның директор болып істеді. Екінші дүниежүзілік соғыстың қиын кезеңдерінде ол тылдағы жұмысты ұйымдастыру іскерлігімен көзге түседі. Алтай полиметалл комбинаты бас инженерінің орынбасары, Риддер руднигінің және КСРО қорғасының мырыш өнеркәсібінің ең ірі кәсіпорындарының бірі, Лениногор кен басқармасының директоры қызметтерін атқарады. 1942-52 жылдары Қазақ КСР министрлер кеңесі төрағасының орынбасары болып қызмет етеді. Осында жүргенде Қазақстан ғалымдары оған зор сенім көрсетіп, оны Қазақ КСР ғылым академиясының академигі және оның президент етіп сайлайды. Тау-кен саласының ірі ғалымы Қонаев республика ғылымының даму жолында зор еңбек сіңірді. Ғылыми ұйымдық жұмыстарды жақсарту, ғылыми зерттеулердің негізгі салаларын білікті кадрлармен нығайту шаралары оның басшылығымен жүзеге асырылды. Дінмұхамед Қонаев 1955 және 1962-64 жылдары Қазақ КСР жоғары кеңесінің төрағасы, 1960-62 және 64-86 жылдары Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. Ол Қазақстанның экономикасы мен мәдениетін өркендету жолында өзінің білімін, мол тәжірибесін және ұйымдастырушылық қабілетін аянбай жұмсай білді. Ол бірнеше мәрте КСРО жоғары кеңесінің депутаты болып сайланды. Парламент және партия делегациясын басқарып, әлденеше рет шетелге де барып қайтты. Партияның 23-ші съезінде ол Кеңестер одағы Коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросының мүшелігіне кандидат, ал 24-ші съезде мүше болып сайланды. КСРО жоғары кеңесі президиумының және Қазақ КСР жоғары кеңесі президиумының мүшесі болды. Дінмұхамед Қонаев өз заманының ұлы саясаткері бола білді. Ол билік басында болған уақыт қаншалықты күрделі, қарама-қайшылықты болғанымен елдің экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылымын, ұлттық мәдениетін дамыту ісіне айтулы еңбек сіңірді. Түрлі деңгейдегі партия және кеңес қызметін атқара жүріп, орталықтың өктем саясатының ағымен кете бермей, ел мүддесін, болашақ қамында бір сәт есінен шығарған жоқ. 1960 жылдар басында Хрущевтің озбырлығымен Өзбекстанға беріліп кеткен қазақ жерінің біраз бөлігін қайта қайтарып алуы соның бір айғағы. 1986 жылы Кеңестер одағы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас хатшысы болып Горбачевтың келуіне байланысты Қонаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшылығынан босатылды. 18 минут өткізілген пленумда Қонаевтың орнына Ульянов облысынан Қолбин отырғызылды. Орталықтың жүргізіп отырған әділетсіз саясатына қарсы республика жастары өз қарсылықтарын білдіріп алаңға шықты. Бұл әйгілі желтоқсан оқиғасына ұласты. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев республика партия ұйымын басқарған ширек ғасырға жуық уақыт ішінде өзінің үлкен мәдениеттілігімен, иман жүзді ізеттілігімен танылып, халық дәстүрін жақсы білетін, тағылымы терең, ой-өрісі биік жан екендігін көрсетті. Кейін мемлекет ісінен қол үзген кезде де ол білімдар білікті жан ретінде елде жүріп жатқан реформа бағыттарын, қоғамды демократияландыру қажет екендігін терең сезініп, қолдай білді. Өзі өмір сүрген күрделі уақыттың адал перзенті бола білген абзал азамат 1993 жылы тамыздың 22-сінде 82 жасқа қараған шағында қайтыс болды.